Кімге алдандыңыз? Ұлболсын деген қызға. Сонымен сізде бір емес, екі несие. Келіншемдікі 800 мың, өзімдікі миллион жарым. Сіздер кімге алдандыңыздар? Ұлболсынға алдадық. Жалпы сома қанша алданған? Менікі 1,5 миллион, мынаған миллион, 2,5 миллион. Кемпіріме 1,5 миллион. Келінге 1 миллион 350 мың. Мысалы, 1,5 миллион несие біреу алса, сол ақша Ұлболсынға түседі ғой. Иә, Ұлболсынның ұмқа ипсына Ұлболсынға түседі. түседі, ары қарай ол ақша қайда кетеді? Ол ақша міне Ырысгүл, Айдынгүл, Данияр деген адамдарға кетеді. Ал Ұлболсынға не қалады сонда? Бұл жерде Ұлболсынға ешқандай ақша қалмайды. Ұлболсынға ақша қалмаса, Ұлболсын не істеп жүр бұл істе? Егер балаң көз алдыңда тірі жүрсін десең, бізге ақша шығарып бересің, ипыңа өткізесің дейді. Анықтаймыз. Руслан Өтепбаймен. Жексенбі 20:50-де. Ақша береді. Қанша береді? Маған мәселен басында бұл 1,380 деген грант болды. Ол грантта маған ол ақша бермейді. Өйткені осымада да алғандар бар мәселен. Ақша беретін кез айтыңызшы. Ал беретін кезінде 1,570 маған 100 мың теңге береді. Оны алдым деймін. Бірақ мен оны алдым. Басында бұл маған айтты, бұл бонус тәтеде де жарайды дедім, мен сендім. Ал кейін бұл халық шу болды. Шу болғаннан кейін мен мәселен 30 адамнан 3 миллион ақша пайда көрдім десем, бірақ менің артымда алданып ұмкасы бүйтіп грант алмай мәселен тұр ғой, жабылмай. Солардың мен 2 адам шырқырап тұрғаннан кейін солардың апардым да жауап бердім. Сіз өзіңізді Ұлболсынның сыбайласымын деп ойламайсыз ба? Жоқ. Мен сыбайлас емеспін. Мен сыбайлас болсам өзімнің күйеуімнің басынан сол кредит рәсімдетпеймін. Тоже жанымдағы туыс туған мәселен подругаларымның басынан ол кредит рәсімдетпеймін. Дуаның барын біз айта кетейік. Бұл жерде сіңілімнен сұрадық. Сен неге бұл істі қоймадың дейді деп. Сол кезде айтады сіңілім. Мен үйден шыққанда, олар кездесуге шақырған уақытта, мен істемеймін деп айтып барамын дейді. Сол машиналарына отырғызған уақытта мен жын құрған адам құсап, жаңағы 2 әйелдің Айдынгүл мен Ырысгүлдің бетіне күле берем. Білмеймін неге екенін, мен жын қысып тұрады. Күле берем дейді. Бірақ сол уақытта жаңағы ипсына ақша өткізген уақытта менің көзім көрмейді дейді. Ипыңды аш дейді, сол кезде мен қалай ипымды ашып бергенін білмеймін дейді. Одан кейін жаңағы бәрін істеп жасап болғаннан кейін, сіңілім машинасынан түскеннен кейін, сіңілімнің басы қатты қысып ауырады, үйге келген уақытта талып қалады. Ұлболсынға не қалады сонда? Бұл жерде Ұлболсынға ешқандай ақша қалмайды. Ұлболсынға ақша қалмаса, Ұлболсын не істеп жүр бұл істе? Жаңа айттық қой, бұл қызды өзінің өмірімен және кішкентай баласының өмірімен қорқытады. Сіз соған сенесіз ба? Сенем. Неге бопсалау бабымен, қорқыту, үркіту бабымен арыз жазбаған полицияға? Вот бізде де сол сұрақ. Неге? Жақсы. Жүрген маған Дін Мұхаммед деген. Мен пікір алмасып жазып жүргенбіз, бір кезде кеше маған бір сурет жіберді, аға мен осындай баламын деп. Мен не істерімді білмей қалдым, не жазарымды білмей қалдым. Көмектесе аласыз ба деді. Ол жағдай енді білмеймін, өте ауыр, кәдімгідей қабылдадым, мен қатты қабылдадым, аяқ асты өйткені күтпедім мен осындай баламын деп кеп тұрғанда, жап-жас 16 жастағы бала. Бірден әрине көмектесемін дедім, қолымнан келгенше мен сенің Каспий голдыңды бәрін жібер салайын. Енді сөйлей аласың ба деп едім, сөйлей алады екен аздап. Содан кейін видеозвонокқа шықтым. Видеозвонокпен сөйлескенде жүрегім кәдімгідей бытчысы шығып кетті ғой жүрегімнен. Сондықтан достар, бір қазаққа, бір қазақтың баласына тамшыдай болсын көмектесейікші. FIFA ойнап жүргендер бір күн FIFA ойнамай қояйық, суши жеп жүргендер бір күн суши жемей қояйық, ставка қойып жүргендер бір күн ставка қоймай қояйық. Жалпы бір күн бір нәрсені қысқартып, Димаштың еміне үлкен бір көмек жасап берейікші. Негізі садақа деген саған келе жатқан қауіптің бетін қайтарады екен. Саған келе жатқан жамандықты тоқтатады екен. Сондықтан да достар, Димашқа да, өздеріңізге де бір үлкен жақсылық жасасаңыздар. Димаш Ақтауда тұрады, анасы бар, бір қарындасы бар, бір інісі бар. Анасы жұмыссыз, әкесі жоқ екен. Сондықтан достар, қазір мына YouTube-ті көріп отырсыздар, басқа жаққа ауысып кетпей, басқа жерді аралап кетпей, қолдан келгенше 1 минут қана уақыттарыңызды бөліп Димашқа көмектесейік. 1 минут қана уақыттарыңызды бөлесіздер, болды. Садақаның, сауаптың үлкен кішісі болмайды. Әркім қолынан келгенше көмек жасасаңыздар. Мына жерде Димаштың өзінің ана фигурды осыған жіберсеңіздер. Қайта өтінбей қояйын, мен сіздерге сенемін, барлықтарыңыз жүректеріңізде жылу бар, жанашырлық бар. Себебі сіздер қазақсыздар. Қазақтың қанында бар бір-біріне көмектесу деген. Димаш бауырымызға Алла тағала жар болсын, шипа берсін. Ал Димашқа көмектескендерге Алла разы болсын. Рахмет. Ассалаумағалейкум, мен Дін Мұхаммед.
Саламатсыздар ма қазақ елі? Мен Дінмұхамедтің анасымын. Ұлым Дінмұхамед Аристанов, жасы 20-да, Маңғыстау облысы Ақтау қаласында тұрамыз. Ұлым туғаннан бастап ДЦП. Өздігінен жүре алмайды, ішіп жей алмайды. Біздің арманымыз Дінмұхамедті аяғына тұрғызып, өздігінен жүріп, өмірге бейімдеу. Осы мақсатта бізге Түркия, Стамбул қаласындағы мамандырылған орталық ем қабылдау мүмкіндік беріп отыр. Дегенмен бұл емнің құны біз үшін қымбат, 15 миллион теңге. Қазірге дейін барымызды салып, біздер 2 миллионға теңге ақша жинадық. Қалған 13 миллион теңге жетпей тұр. Бізге көмектесем десеңіз, төмендегі реквизитке аударуыңызға болады. Көк түкірсе көл болады. Сіз берген әрбір тиын Дінмұхамедтің болашағына үміт, өмірге деген сенім, Алла Тағала берген әр садақаларыңыз еселенген сауаптан жазсын. Алла ұрпағыңыз аман етсін. Ешбір ана баласын көз жасы төгілмесін.